Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте керемет, өте жұмсақ, өте дәмді нан пісіреміз. Міне, қараңыздаршы, өте жұмсақ, керемет болып шығады. Мен осы нанды өте көп пісіремін. Барлығына ұнайды. Ең әуелі орта кесемен жылы сүтімізді құямыз. Орта кесемен жылы суымызды құямыз. 2 ас қасық құмшекерімізді саламыз. 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. Яғни дрож. Жақсылап араластырып, орта кесемен ұнымызды салып, қоймалжын қаймақ секілді болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. 15 минуттан кейін осындай көпіршіктер пайда болады. Үстіне 3-4 жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, жарты маргаринімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды салып, бауырсақтың қамыры болғанға дейін жақсылап жұмсақ қылып илейтін боламыз. Көбінесе осы тестамен қамыр жасаймын. Өте керемет болып шығады. Үйдегі жұмсақ нан әдемі болып шығады. Міне бетін жауып, қайта-қайта илеп, міне қамырымыз дайын болды. Енді табамызға осындай пергамент қағазымызды төсеп, қолымызды майлап, қамырымызды аламыз. Өзіңіз қалай жасағыңыз келеді, өз еркіңізде. Сопақша қып жасайсыз ба, нан пішінді жасайсыз ба, өз еркіңізде. Мен осылай жасап шықтым. Бұл қамырды осылай табаға жапсырып болғаннан соң бетін жауамыз. Мен пищевой клянкамен жауып шықтым. Үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Міне осылай узорлар салып шықтым. Үстіне жұмыртқамызды жағып, бетіне міне жағып болдым. Енді мен пищевой клянкамен бетін жауып, жылы жерге қойып, қамырым шамалы көтерілгенше қоя тұрдым. Бір 5 минутқа қоя тұрдым. Міне дайын болды. Енді ашып, духовкамызға салып пісіріп алдым. Міне өте керемет, өте жұмсақ, әрі дәмді, әрі керемет. Отбасыларыңызға да ұнайды деп ойлаймын. Жұмсақ, керемет. Маған тіркеліп, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.